Қайырлы күн, құрметті құтқару қызметінің қызметкерлері. Сіздерді бүгінгі мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Қазақстанда құтқарушылар күні 19 қазанда атап өтіледі. Бұл кәсіби мереке Қазақстан Республикасында 2008 жылдан бері аталып келеді. Ол Қазақстан Республикасындағы мерекелік күндердің ресми тізбесіне енгізілген. День спасателя – праздник тех, чья профессия связана со спасением людей, природных зон, материального имущества в чрезвычайных ситуациях. Эти люди рискуют собой ради спасения других, поэтому заслуживают уважения и благодарности. Құтқару қызметі біздің өңір азаматтары үшін ең қиын жағдайларда үміт пен тиімді көмектің символына айналды. Төтенше жағдайлар министрлігі басшылығы мен мамандарының құзыреттілігі мен қағидаттылығы апатқа ұшыраған адамдарға уақытылы және сапалы шұғыл көмек көрсету, техногендік оқиғалар мен табиғи апаттардың салдарын жою, кәсіби және табысты жүзеге асырылу үшін көп күш жұмсай отырып, көптеген түрлі міндеттерді табысты шешуге мүмкіндік береді. Слово для поздравления предоставляется руководителю отдела по чрезвычайным ситуациям Кущегулову Асхату Сумабаевичу. Добрый день, уважаемые спасатели. Поздравляю вас с наступающим праздником. Желаю вам, вашим семьям счастья, здоровья, семейного благополучия, поменьше сухих рукавов на службе, чтобы всегда количество заступающего караула было равно числу сменяющим. Вам спасибо большое за службу. Поздравляю вас с профессиональным праздником. И хотел бы зачитать вам небольшой доклад о создании служб гражданской защиты. 19 октября указом первого президента Республики Казахстан 19 октября 1995 года номер 2541 о совершенствовании структуры центральных исполнительных органов Республики Казахстан был образован Государственный комитет Республики Казахстан по чрезвычайным ситуациям, как центральный исполнительный орган, уполномоченный в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. День гражданской обороны. День образования Государственного комитета Республики Казахстан по чрезвычайным ситуациям является профессиональным праздником системы гражданской защиты Днем спасателя. Начиная с 1995 года система гражданской защиты претерпевала существенные изменения. В рамках совершенствования структуры центральных исполнительных органов ГКЧС был преобразован в Комитет по чрезвычайным ситуациям, а затем в агентство, в министерство, затем снова в Комитет по ЧС МВД РК. И в 2020 году указом президента реорганизовано в Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан. Особой важной деятельностью министерства является работа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Сотрудники, в число которых входят пожарные, спасатели, кинологи, врачи, психологи, диспетчера и летчики, ликвидируют чрезвычайные ситуации, тушат пожары, спасают людей и имущество. Только с начала 2024 года для ликвидации чрезвычайных происшествий службой пожаротушения, оперативно-спасательными и другими подразделениями ДЧС Кусайской области и МЧС РК было осуществлено свыше 5000 выездов. Спасено более 450 человек, эвакуировано порядка 423 человек. Оказана доврачебная медицинская помощь пострадавшим 11 человек. Зарегистрировано свыше 641 чрезвычайных ситуаций и происшествий природного и техногенного характера. Однако далеко не каждый желающий может стать спасателем, как вы это знаете. Обязательным качеством человека должно быть умение работать в команде, ведь спасатель — это профессия коллективная. Кроме физических данных, человек должен обладать особым складом характера. В человеке должен быть стержень и большое сердце. Спасатели и пожарные помнят каждую спасенную ими жизнь. Каждая такая история — это новая боль, новое переживание. Наверное, в этом и заключается смысл профессии спасателя. Быть готовым разделить чужую боль и сделать все возможное и невозможное ради спасения человеческой жизни. Еще раз всех поздравляю с праздником. Желаю всем счастья, здоровья. Все, спасибо. Асхат Сумабаевич, благодарим вас за поздравления. Жүзіңе арайлым, мен қарай алмаймын, байландым саған қайдан жаным. Өтпе бер жарар деп, жолымды күтіп қалар деп, сен неге мені ойламадың? Екіге жүрек
ошақ адамыз олайма өткесіз өзен толтулайды жаз өтті қаз өтті демеңіз қызық аз өтті аз күнде де күн салқындайды екіге жүрек бөлініп мезгілсіз кезде көрініп қайғыға салдым жан дүниемді ұрладың толассыз кезде гүл бағым сен қайда қалдың мезгілсіз кезде көрініп қайғыға салдым жан дүниемді ұрладың толассыз кезде гүл бағым сен қайда қалдың рахмет берекет болсын мұзартайтқан сенің көзің жүрегімде санамда сүйген жарың сағындырды әрбір адамға аппақ құсым қайдасың деп мұқағали іздеген айдай ару қыз кездесіп қалды мағанда сенің көзің түпсіздер тұңғиық кәдімгі жүрегімде елжіреткен жанымды әсем басым мүсінімді жарасымды сағынды салған артық демем таппай әнге арнадым әнімді жаным сенің сұлулығың ол менің немерем әсем әнмен екі байға үміттенемін сенен сұлу қыз көрмедім сенен сұлу қыз көргенсіздер тұңғиық кәдімгі таппай әнге арнадым әнімді Engin'im deyim benim sor çekeyim bülbüldür engi salsa ümekeyim ay eşnay ülkü dağay bas koskandan sor çekeyim o
халлу лаллу халала кулай ахахау қаулилилилай халлу лайлемай етік тай әуел бастан әл сақтайды бәйгеней еркін жүйрік алшақтайды уай өлеңтай айт дегендей қоя бермей несеней әнші жігіт шалтақтайды уай шіркін халлу лаллу халала кулайли ахахау қаулилилилилай халлу лайлемай сағынуға шыға ойлағанның бар шыға жолыған тұрмай төзімімде таусыла жүрегіме жаздым сенің атыңды қарашы менің жазған хатымды ай жанымда жүр жаным сенің жақсы адам сөзіме жауап бар ма сөзіме жауап бар ма шын айтам ғашықпын көзіңнің қарасына көзіңнің қарасына көзіңнің қарасына ай менімен қалдың сен қасымда қаласың ба қасымда қаласың ба қасымда қаласың ба ай жүрегіме жаздым сенің атыңды қарашы менің жазған хатымды ай жанымда жүр жаным сенің жақсы адам сөзіме жауап бар ма кездесуге шақырсам келер ме екен көп күттірген жауабын берер ме екен сенсіз күнім жүректің емі бармай сөзіме жауап бар ма жүрегіме жаздым сенің атыңды қарашы менің жазған хатымды ай жанымда жүр жаным сенің жақсы адам сөзіме жауап бар ма сөзіме жауап бар ма алыс кетсем мен сені аңсап жүрем сағыныштың сазымен ән жүрем туған жер ауылымның түтін ай қымбат маған белдер ай қымбат маған туған жер өзің деген ей жүрегім әр кезеңде бір сезім дейле баладау жүрегім дүрсіл қағады туған жер өзің деген ей жүрегім әр кезеңде
артық жайнайды даланың гүлден қасіретің дау қашандау балаң білген туған жер бұл өмірде шіркін ай неше деді құшағында әкем мен анам жүрген туған жер өзің дегендей жүремін әр кезеңде бір сезім биле баладау жүрегім дүрсіл қағады туған жер өзің дегендей жүремін әр кезеңде бір сезім биле баладау жүрегім дүрсіл қағады бір сезім биле баладау жүрегім дүрсіл қағады құшағымда қыр гүлі шырын сезім пәк жүрекке әлем сыйлап тұрғанда сол сезімді бір-ақ сәтте су сеуіп бір басқанда жаным сағын сенгім келмейді алдағым сүрдім өтті жаным сағын сенгім келмейді жараладың жүректі жаным сағын сенгім келмейді алдағым сүрдім өтті
мөлдіреген көзіңді өшіремін енді қалай маған айтқан сөзіңді асау жүрек асау сезім басылады қалады арман жұлдыз алау гүлде үзіледі солады жаным саған теңдік келмейді алдаған соң үмітті жаным саған теңдік келмейді жараладың жүректі жаным саған теңдік келмейді алдаған соң үмітті жаным саған теңдік келмейді жараладың жүректі Только мужество и отвага способны заставить рисковать своей жизнью ради благополучия другого человека. Сіздерді құтқару қызметінің қызметкерлері күнімен тағы да шын жүректен құттықтаймыз. Осымен концерттік бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға алғыс білдіреміз. Келесі кездескенше сау саламатты болыңыздар. Уважаемые работники спасательной службы, еще раз поздравляем с вашим профессиональным праздником. Каждому из вас хочется выразить искреннюю благодарность за ваш труд. Желаем вам бодрости, энергии и достижения поставленных задач. До новых встреч!